Сәлеметсіздер ме қымбатты менің көрермендерім. Бүгін сіздерге мен мынай керемет тағам дайындап көрсеткім бар. Мынау жылқы май. Қараңыз, мына жылқы майдың пайдасын оны мен айтып жатпайын. Қазіргі суық күнде бұны жеу керек. Соны қалай біз жеп жүрміз, соны мен сіздерге айтқым бар. Ол үшін бізге мына қараңыз, қандай керемет заттар керек. Міне соны осының барлығын жылқы майдың жанына қосып жеуге болады. Соны сіздерге мен қазір көрсеткім бар. Бұл тағамды жасау үшін бізге керекті азық-түлік. Мынау біздің жаңағы сиырдың жілігі, ортасында май бар, жілік майы. Міне қараңыз, соны балаларға, ет сататын балаларға кестіріп алдым. Бұл қазақтың ұлттық тағамдарының біріне жатады. Біз кішкентайымызда мынандай құс деп қалған осындай жіліктердің майын құстырып жеп отыратын ек жас кезімізде. Соны еске алып, мынаны ортасынан кестіріп әдемілеп тағам жасайын деп ойладым. Оған бізге мына асқабақты қосамыз, картопты қосамыз, қалаған нәрсеңізді қосыңыз. Қызылшаны, мына қызанақ пен қияр, сосын мына алманы да қосу керек. Сосын мына айранымызбен мынау көкшебімізді турап үстіне жағатын жасауымыз керек. Қазір осының бәрін духовкаға салып пісіріп алайық. Міне қараңыз, арасына қосып сала беріңіз. Енді бізге мынау апорт керек. Сондай тамаша алма. Енді осы апортты духовкаға пісіріп аламыз. Бұның бір кереметтігі, пісіріп жесе де өте пайдалы деп айтып жатады. Сондықтан былай салып алайық. Қызылша да, картоп та осылай пісе береді. Міне мынау асқабағымыз, жаңағы жілік майымыз барлығы мынау духовка пеште бәрін түсіріп, ішінде пісіп жатқан кезде сол екі ортада мынау соус дайындауымыз керек. Ол жілік майды жеу оңай емес, сондықтан соус керек. Қиярымен, чесногымен, көкшебін, қазір мынау айранын құямыз. Мынаны турап аламыз дағы. Енді бұған айран керек. Ол соусқа айран қосып, тәмдеуіштерін қоса береміз. Тұзы бар ма, бұрышы бар ма? Бізге осы жарайды. Біз соусын дайындап алуымыз керек. Бұл керемет жілік май, оны жеу оңай емес. Қорытатын таблеткаларымыз ішіп аламыз біздің жасымызда. Сондықтан оған соус қажет. Міне жарты сағат тұрды, бір сағат емес. Жарты сағатта тез пісіп қалды. Қараңыз, алмаңыз да пісіп қалды. Мынау асқабақ та пісіп қалды. Мынаның бәрі пісіп, сосын картопымызды да пісіп турап қойдық. Ең бастысы мынау жілік бізге керегі. Қараңыз, қандай әдемі болған. Енді бұны нанға жағасыз. Керемет, қанша қорталасыз, соныңызға байланысты нанға жағыңыз. Енді осының үстінен тек қана нан болмас үшін майдың үстіне қорытатын нәрселерді салу керек, заттарды. Ол үшін бізге мынау айран керек. Қараңыз, қорыту керек бұл. Енді осы жерге қалаған көкөнісіңіз салсаңыз болады. Біреу қызылша салып көріңіз. Жерге қызанақ салып көріңіз жарты жеріне. Міне енді осылай әдемілеп жайғастыра беру керек. Енді келесі, міне тағы да қандай керемет май, жіліктің майы. Денсаулық болса, бұның бәрін жас кезіміз болса жер едік. Енді міне сол майды қорыту үшін керекті заттар. Мынау картоп. Картоптың жанына қияр қойыңыз. Міне келесіде. Қараңыз. Енді өзіңіздің фантазияңызға байланысты не жегіңіз келсе, соның үстіне қандай көкөніс жегіңіз келсе, соны жей беріңіз. Енді қараңыз міне. Айраны. Енді жерге асқабақты қойыңыз. Асқабақ деген керемет сіңімді тағам. Қараңыз. Ұзын қылып қойсаңыз да болады.
қалай қойсаңыз да жарасады асқабақты. Оның үстіне қызылша да керемет, дәруменге бай көкөніс. Міне осылай фантазияңызға байланысты қоя беріңіз. Енді бізге алма керек. Алма қою керек бұл жерге. Міне, егер майға қызық кетсеңіз, көбірек салыңыз. Біз онша жасымызға байланысты қорытамаймыз, сондықтан мына жайлап салып жатырмын мен. Енді мынау піскен алманы да пісіріп жеу керек деп жатыр қазір. Қараңыз, ана әдемі диетологтар. Мына қараңыз қандай келісті болды. Міне осылай жасап жүріңіздер, жілік майды жеп жүріңіздер. Қазір қыстың кезінде, мынау суық тию көбейіп кеткен кезде, тұмау көбейіп кеткен кезде, мына қараңыз, дәруменге бай көкөністердің бәрі қосылған. Мынау жілік майыңызды қорытып жібереді. Қорытпаймын деп қорытпаңыз. Керемет жілік майдың сызыманды әдемі жеп, ауырмай жүріңіздер. Егер менің каналым ұнап жатса, қолпаштап, сондай қолдап жүрулеріңізге болады. Сіздерге мың алғыс. Егер ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазыңыздар. Инста парақшама да кіріп жүріңіздер. Ойларыңызды ортаға салыңыздар. Сіздер қалай жеп жүрсіздер мына жілік майды, соны айтыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.